Баршаңызға сәлем, сіздермен тілгеспек жоқ Қазақстан жаңалықтарына тәуелсіз көзқарас. Және оның жүргізушісі мен журналист Әсем Жапишева. Қырғызстандағы оқиғалар қарқынына көз іліспейді. Үкімет толықтай отставкаға кетіп, елде төтенше жағдай жарияланды. Ал Жээнбеков Қырғызстан Республикасының президенті қызметінен кетуге дайын екендігін айтты. Көп адам ондағы жағдайды тәртіпсіздік, провокаторлардың ісі деп бағалап жатқанын көрдік. Себебі оларға жағдайдың теріс жағын ғана көрсету ыңғайлы. Еріктілердің митингіге қатысушыларға тамақ таратып, медициналық көмек көрсетіп, халықтың бір адамдай біріккен күшін көрсетудің орнына Қырғызстандағыдай қырғын болған қалайсың ба деген желеумен оқиғаның өздеріне ыңғайлы тұстарын, қираған бейнені көрсетіп отыр. Бүгінгі шығарылымда Қырғызстандағы жағдай туралы соңғы жаңалықтармен бөлісеміз. Одан бөлек Цойдың эпидемиологиялық жағдайды болжап айтқан 3 сценарий туралы сөз қозғайтын боламыз. Айтқан 2 сценарийіне сүйеніп, локдаун, яғни елдің толық карантинге жабылуы желтоқсан қаңтар айында болуы мүмкін деп тапшылаймыз. Бірақ бастамас бұрын әдеттегідей осы каналға жазылып, видеоға лайк басып бөлісіп, міндетті түрде пікір қалдыруыңызды сұраймын. Рахмет, кеттік. Сонымен басты жаңалық Қырғызстандағы оқиғаларға тоқталмай кеткенім болмас. Естеріңізге сала кетейін, 4 қазан күні парламент сайлауы өтіп, сайлау нәтижесімен келіспеген халық ертесіне наразылыққа шықты. Наразылар президент пен парламент отыратын Ақ үйді мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік комитетінің ғимаратын басып алды. 7 қазанда орталық сайлау комиссиясы сайлау нәтижесін жойды. Наразылықтар туралы біздің алдыңғы шығарылымызда көре аласыздар. Одан бері Қырғызстанда біраз жаңалық болды. Соларға тоқталып өтсем. Қырғызстанның өзін әлі де легитимді президенті деп атаған Сооронбай Жээнбеков мемлекет құқық аясына оралғаннан кейін қызметтен кетуге дайын екенін айтты. Одан бөлек ол үкімет пен премьер-министрді отставкаға жіберу туралы жарлыққа қол қойды. Және премьер-министр Кубатбек Бароновтың отставкаға кету туралы арызын қабылдаған. Жарлық бойынша үкімет жаңадан жасақталғанша үкімет басшысы, вице-премьер, үкімет мүшелері қызметтерін жалғастыра береді. Бішкектің әкімі болса, соңғы 3 күнде 3 рет ауысты. Дәл қазір ондағы жағдай түсініксіз қарқында дамып жатыр. Себебі мемлекет биліксіз режимде өмір сүруде. Түрлі партия премьер-министрлікке өз кандидаттарын ұсынуда. 6 қазанда жоғарғы кеңестің бірнеше депутаты премьерлікке наразылықтан кейін қамаудан шыққан Садыр Жапаровты ұсынған еді. Ал 9 қазанда Атамекен, Бірбол, Республика және Реформа партиялары бірігіп, ақырғы үміт саяси бірлестігін құратынын мәлімдеп, премьерлікке Өмірбек Бабановты ұсынды. Айта кетерлік нәрсе, Бабанов өткен президент сайлауына түсіп, бірақ дәл сайлаудың алдында Қазақстанға барып келіп, халықтың көңілінен қалған болатын. Бұрынғы Қазақстан азаматы Бабановты жалпы Қырғызстанда Назарбаевтың қойған адамы деп атап та жүр. Одан бөлек Жээнбеков Бішкекте төтенше жағдай жариялады. Құжатта жаппай тәртіпсіздік салдарынан адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіргендіктен және елдегі қоғамдық саяси ахуалды тез арада қалыпқа келтіріп, қала аумағында тәртіп орнату үшін ТЖ режимі енгізілді делінген. Ол жарлық 9 қазаннан 21 қазанға дейін күшінде болмақ. Ол бойынша қалаға кіріп шығуға шектеу қойылып, ереуіл, бекет, жиын өткізуге тыйым салынады. Жарлыққа қарамастан дәл сол күні күндіз Алатау алаңында 2 түрлі митинг өтті. Оның бір жағында бұрынғы президент Алмазбек Атамбаев және экс-премьер Өмірбек Бабановтың жақтастары болса, екінші жақта бұрынғы Садыр Жапаровтың жақтастары. Митингде атыс болды деген хабар бар. Бұл митинг Жээнбеков революция толқынын басып, Бішкекке әскер кіргізеді-ау деген уақытқа тұспа-тұс келді. Сонда болған адамдардың сөзінше алаңнан шығар уақытта Атамбаевтың көлігіне оқ атылған. Одан бөлек вице-министр орнына ұсынылған Тілек Тоқтағазиевтің басынан жарақат алды деп айтылды. Ал түнде Бішкекке әскери техника кіргізіліп жатыр деген хабар тарады. Ол хабар бойынша техниканың біразы қалаға кіргізіліп қойды. Жалпы Қырғызстандағы жағдай осындай. Ал бұл жағдайды біздің мемлекеттік арналар тәртіпсіздік, ал митингіге шығып жатқандарды тобыр, бұзақылар деп беріп жатыр. Қазақстан мемлекеті үшін ыңғайлы ракурс сол болса керек. Власть KZ журналисті Владислав Абрамов ондағы жағдайды
тура сипаттап берді. Қырғызстандағы 3-ші революция туралы посткеңестік елдерден санаулы ғана шенеуік пікірін білдірді. Жақында ғана Александр Лукашенко Беларусьті коронавирусқа қарсы жаппаймын деді. Қырғызстанға қараңдар, жұмыссыздық пен ақшаның жоқтығы революцияға әкеп соқты дейді. Бірер күн бұрын Алматы қаласының қоғамдық кеңесі отырысында төраға Рахман Алшанов Қазақстан еститін мемлекет болуы қажет деп, Қырғызстанда ондай болмағандықтан соңы немен аяқталғанын тілге тиек етті. Екі пікір де жағдайдың ушығуына себеп болған әділетсіз сайлау туралы айтпады. Посткеңестік елдің барлығында дерлік сайлау құқығы ұрланады. Біреулер оған көнуі мүмкін, кейбіреуі көнбейді. Шенеуіктер халық өз дауысы үшін күресуге дайын екенін, таңдау, сайлау құқығының ұрланып жатқанына төзіммен қарай алмайтынын қабылдай алмайтын сияқты. Қазір Қырғызстанда қиын жағдай. Биліктегілерге үкіметтегі хаосты ғана көру ыңғайлы. Украинадағы жағдайдың жалғасы секілді. Қырғызстандағыдай болғанын қалайсың ба? Барлық қырынан қарасақ, өз еркімен Бішкек көшелерін түнімен күзетіп тұрған 10 мың жасақшы. Оларды ыстық тамақ пен шаймен қамтамасыз етіп отырған оңдаған кафе, митингіге қатысушы адамдарға медициналық көмек көрсетіп жүрген волонтерлерді көре аламыз. Қырғызстандағы қазіргі оқиғалар тек тәртіпсіздіктер мен қызметке таласты емес, сонымен қатар сол елде тұрып жатқан халық рухының күштілігін көрсетеді. Олардың қолынан келеді. Бір күні парақорлық, бюджет қызметкерлеріне қысым жасау және барлығына белгілі басқа әдістер арқылы олардың даусын ұрлау тоқтайды. Әрине, мемлекет халықты еститін болғаны дұрыс. Алайда, шенеуіктердің отырған орны халық еркіне тәуелді екенін түсінуі одан да маңызды. Басқа жаңалық, Ұлыбритания, Франция, Германия елдері коронавирустың өршуіне байланысты қайтадан шектеулер енгізіп, Израиль жалпыұлттық карантин жариялап, Испанияда болса 15 күнге ТЖ енгізілді. Америкалық Джон Хопкинс университетінің мәліметінше әлемде коронавирус жұқтырғандар саны 36 миллионнан асқан. Оның 25 миллионы жазылған. 1 миллион 60 мың адам қайтыс болған. Біздің елдің соңғы статистикасы бойынша бір күнде 241 адамның вирус жұқтырғаны анықталып, 2 адамның қаза болғаны анықталды. 4-ші қыркүйектен бері алғаш рет бір күнде 100-ден астам адамнан коронавирус табылды. Бұл шынымен екінші толқынның жақындағанын білдіреме. Елдегі жаңалықтарға қайта оралайық. Цой 7-ші қазан күні Тоқаевтың қатысуымен өткен жиында елдегі жағдай туралы сөз сөйлеп, алдағы уақытта күтілетін болжамымен бөлісті. Нақтырақ айтсақ, министр 3 сценарий ұсынды. Жалпы денсаулық сақтау министрлігінің бұл уақытқа дейін болжаған ұсыныстары орындалмаған десек те болады. Санитария дәрігері Бекшиннің Қазақстанға вирус наконец-то келеді деген есептемегенде әрине. Сонымен министрдің сөзінше елдегі ауруханалардың 70% толса, қатаң карантин жариялау керек болады. Цой қандай сценарийлер айтты? Локдаун қашан енгізіледі? Оның пессимистік сценарий бойынша халықтың 60% ғана маска тақса, қазан, желтоқсан айларында 190 мың адам вирус жұқтырып, 65 мың адамды ауруханаға жатқызуға тура келеді. Бұл жағдайда карантин желтоқсан айының ортасында енгізілуі мүмкін. Ал реалистік сценарий бойынша халық арақашықтық сақтап, 70% маска тақса, қазан, желтоқсан айларында 90 мыңдай адам вирус жұқтырады. Сәйкесінше 30 мың адам ауруханаға жатады. Бұл сценарий бойынша локдаун қаңтар айында енгізілуі мүмкін. Ал оптимистік сценарий бойынша халықтың 100% маска тағып жүрсе, қатаң карантин болмайды. Елде қазан желтоқсан айларында 40 мың адам вирус жұқтырып, 15 мыңы ауруханаға түсуі мүмкін. Оптимистік жағдайды мүлде қарастырмасақ та болады. Себебі халықтың 100% маска тағып жүруі мүмкін емес. Сонымен қатар халықтың қанша пайызы маска тағып жүргенін, жалпы бұл көрсеткішті қалай есептемек? Шамасы алғашқы 2 сценарийге сүйеніп, карантин желтоқсан қаңтар айларында болуы мүмкін деп топшылаймыз. Одан басқа кеше тағы да карантин енгізілсе, халыққа 42.500 теңге берілеме деген сұрақ қарастырылды. Бұған Нұрымбетов былай деп жауап берді. Нақты төлемдер мен жәрдемақы мөлшері туралы айту әлі ерте. Бұл сөзіне қарап, президент мақұлдаса береміз, жоқ десе жоқ екенін ұқтық.
Сонымен қатар Нұрымбетов қатаң карантин енгізілген жағдайда 160 мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін деген жорамал айтты. Бұл да олардың оптимистік болжамының бірі. Соңғы жаңалықтар туралы менің пікірім міне осындай, ал сіздің пікіріңіз қандай? Міндетті түрде видеоның астына қалдырып, каналға жазылып, лайк басыңыздар. Сіздермен болған Әсем Жапишева, амандықта көріскенше сау болыңыздар.